Сен жамбасаң лапылдап, мен жамбасам лапылдап. Дарынды жасөспірімдер жайында Жаңартау бағдарламасы. Шалқар радиосы. Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы әдеттегідей әр дүйсенбінің кешінде кешкі сағат 7-ден 5 минут өткенде Жаңартау бағдарламасын бастайды. Микрофон алдында Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Айзат Еспай, тағы да бір шоғыр жастарды, өздеріңіздің өсіп келе жатқан ұл-қыздарыңызды студияға шақырып отырған жайымыз бар. Ендеше таныс болыңыздар. Алматы қаласындағы Абай атындағы қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқытатын дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттың балалары келіп отыр. Сондай-ақ жетекшілері біздің әріптесіміз Жарқын Сәленұлы. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Жақсы сөз деген дүниенің өзі жан сарайы таза адамнан шығады деп айтады. Ішкі рухани байлығы қаншалықты екен сөз бірден көрсетіп отырса керек. Ал енді Нұрай жаңағы ағайыңның айтуы бойынша бір ерекше қасиетің бар деді. Қай қасиетіңді айтқанын білесің ба? Іштей нені болжайсың? Іштей шешендік сөздер жаттағанымды айтқан шығар деп ойлаймын. Енді айтуы бойынша Жарқын ағайыңның бір шағын кітапшаны 70 шешендік сөзді жатқа біледі деді. Иә. Шешендік сөз болғанда бұл енді қазақ халқының билерінің, шешендерінің сөздерін, Шешендік өнер деген жалпы сөз ғана емес, ол қазақтың жалпы мәдениеті, әдебиеті және де тарихымыз. Ахмет Байтұрсынұлы айтпақшы, сөздің ең ұлысы тарих демекші. Шешендік сөздерге жаттауға деген қызығушылығымды осы тарих бастады десек болады. Тарихта көптеген шешендеріміз осы шешендік сөз арқылы небір дауларды шешкен, небір екі ел арасын табыстырған. Мен осыны шешендік сөзді жаттап бастаған кезде ой келдім. Неге осы кісілер сияқты екі елдің арасын табыстырмасам да өзіме жетерліктей өзімнің рухани болмысымды қалыптастыратын шешендік сөздер жаттамауға деген. Сол арқылы Жарқын ағайдың берген кітабы арқылы осындай 70 шешендік сөзді жаттап отырмын. Ең көп жаттаған шешендік сөздер қай бидің болмаса кімнің сөзін жатқа көбірек оқыдың? Сырым Қазбектікін. Біз қазақ деген жай жатқан еліміз, мал баққан еліміз деп қазір оны біздің тыңдаушылар міндетті түрде естігісі келеді. Енді оған дейін біз тағы да Нұрай Ғалымжанқызына да өзіміз әңгімеге араластыра отырайық. Нұрай Ақжелкен журналының жас тілшісі деді. Солай ғой, қай кезден бастап осы тілшілік, жазу өнеріне бет бұрдың? 2020 жылы Тілмар үйірмесі ашылған болатын. Сол кездері Жарқын ағай өзі жетекшілік етіп, мені әбден журналдарға да, газет журналдарға барығына жазуға жетеледі. Сол кезден бастап барынша еңбектене бастадым. Ағайға кез келген жазған нәрсемнің барлығын көрсететін болдым. Солайша шыңдалдым. Өзімді қалыптастырдым, жазу стилімді қалыптастырдым. Солайша Ақжелкен журналының жас тілшісі атандым. Ақжелкен журналына бүгін де жазып тұрасыз, солай ғой? Иә. Ал енді Айгөркем. Армысыздар, барсаңызға қайырлы кеш. Сіздерді осылай бізді құрметтеп шақырып жатқандарыңызға рахмет. Сөз қадірін өз қадірім деп білетін құрметті алаш жұрты, қазақ, бізді тыңдап отырған тыңдармандар. Абай айтқан сөз түзелді, тыңдаушы сен де түзел дейді ғой. Түзелген сөзді айтатындай дәрежеге жетіп, осындай жерге келіп, сіздермен тең дәрежеде сұхбаттасатындай жағдайға жетіп отырсақ, ол да бір орындалған арманымыз, мақсатымыз деп білем. Енді тыңдап отырған түзелген тыңдаушылардың ішінен Абай айтқан түзелген тыңдаушылар бізді тыңдап отырса, соларға жалынды сәлем жолдап өзімді таныстырып өткім келеді. Аты жөнім Байымбетова Айкөркем Нұрланқызы, Алматы қаласындағы осы біз келіп отырған Абай атындағы республикалық дарын мектеп-интернатының 11-ші сынып оқушысымын. 3000 шақырымды артқа тастап Атыраудан келіп оқимын осы жаққа. Арманым Жарқын ағай айтқандай қазақ тілі әдебиетінің мұғалімі болу. Осы қазіргі осы бағытта жүрмін, шешендік өнердің бағытында жүрмін. Дәл осы шешендік өнерді келешек ұрпаққа, өскелең ұрпаққа таныстырып, соны жалғаушылардың бірі болып, тарихта атым жазылмаса да, осы шешендік өнерді бізге үйреткен мына апай еді деп айтатындай шәкірттерді тәрбиелейтін адам болсам, өмірден адам болып келген, өмірден адам болып кету парызым. Сол адам болып кетсем, осыдан артқан арманым жоқ деп білем.